Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді, оңай жасалынатын трайфл жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Міне осындай өте дәмді, өте оңай жасалынады. Алдымен жұмыртқаға қантымызды қосып, қант ерігенше жақсылап шайқаймыз. Сосын оған сүтімізді, сұйық майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Ал енді құрғақ массаларын дайындаймыз. Електен өткізілген ұнға какао 2 қасық, 1 шай қасық қопсытқыш салып, електен өткізіп аламыз. Барлығын бірге өткізсеңіз де болады. Біздің қамырымыздың көтерілуінде өте жақсы какаоды жақсы араластыратын болады. Какао менде Малайзия немесе Рахаттың какаосын қолдансаңыздар жақсы. Дәмі де өте әдемі келеді. Ал енді сұйық массамызға ұнымызды 2-3 рет бөліп салып, осылай араластырамыз. Біздің массамыз біркелкі масса болып, дәл осындай күйде болуы керек. 20 диаметрлі формамызды майлап аламыз, немесе пергамент қағазын төсеп, массамызды құямыз. Дәл осындай қоймалжың масса болуы керек. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста осылай піскенше пісіріп аламыз. 30-35 минут шамасында пешіңіздің ыңғайына қарай. Әбден суыған соң ғана қолданамыз. Дәл осылай пирог ретінде дастарханға ұсынсаңыз да болады. Міне қараңыз, қандай әдемі. Дәл осылай бөліктерге бөліп, астына осылай салып аламыз. Ыдысымызға, кез келген ыдысқа жасасаңыз да болады. Сосын кремді дайындаймыз. Крем және творожный сыр, сливки және сахарный пудра. Барлығын бетіне қойып, жағып шығамыз. Ал бетіне ганаш жасаймыз. Ганаш үшін сливкиге Қазақстан шоколадын салып, ыдысымыз қалыңдау ыдыс болуы керек. Егер жұқалы ыдыс болатын болса, су буына ерітіп алсаңыздар болады. Ерітіп, кішкене суығанын күтеміз. Жылы күйінде трайфлдың бетіне қойып, тегістеп шығамыз. Сәндеу өз қалауыңызша, менде дәл осылай сәндеп шықтым. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Үмида.